Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге өте пайдалы дәруменге бай петрушкадан сусын дайындап көрсететін боламын. Ол үшін маған 50 грамм петрушка керек болады. Сабақтарын алып тастайсыздар, қалың жерлерін. Осылай орналастырамыз. Менде 46 грамм шықты, еш нәрсе етпейді. Оның үстіне 60 грамм ақ қантымызды қосамыз. 60 грамм қант менде 50 грамм болып шықты, ол да ештен кетпейді, қатты тәтті болмай шығады. Осы қант пен петрушканы алып, біз 5 секундта 9 жылдамдықта талқанын шығарып алатын боламыз термомикстің көмегімен. Оның үстіне 500 мг таза минералды суымызды құямыз және де лимон шырынын осылай себелеп жібереміз. Себелеп болғаннан кейін лимонымызды жақсылап 1 минутта 9 жылдамдықпен термомикстің көмегі арқылы осылай әп-әйбат шырынымызды дайындап алатын боламыз. Қыздар, мен жаңадан бері петрушканың қазақшасын ұмытып қалып тұр екенмін. Петрушканың қазақшасы аскөк екен, бірақ аскөк деп айтсақ біздің құлағымызға түрпідей тиіп естіледі. Міне, аскөктен жасалған шырыным дайын болды, сусыным. Өте дәмді. Енді қыздар, дайындап көріңіздер, сөз жоқ, менде осындай 3 бокал шықты. Ас болсын, арнама жазылыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.